Bu тобын сонда бірінші топта сутектен басталады. Сутек, литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций бірінші А топшада орналасады. Бірінші А топша элементтері, ал мыс, күміс, алтын қандай топша элементі? Қосымша топша элементі. Енді барлық топта осылай негізгі және қосымшаға бөлінеді. Мысалы, 7-ші топтың элементін ата жіберіңізші кәні? Фтор, хлор, бром, йод, астат. 7-ші А топша, негізгі топша, ал магнез, техниций, осы элементтер қосымша топшаға жатады. Сонда 8 топтан топ және қосымша топшаға бөлінеді. Ал көлденеңнен периодтар деп аталады. Бірінші период 2, 3, 4, 5, 6, 7 аяқталмаған периодқа жатады.